Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Алматы облысы білім басқармасының Іле ауданы бойынша білім бөлімі мемлекеттік мекемесінің номер 12 орта мектеп мемлекеттік коммуналдық мекемесінің бастауыш мұғалімі Багадаева Олимпиада Нұрсақатовна. Пәні жаратылыстану 7 бөлім табиғат физикасы дыбысты қалай қаттырақ шығаруға болады. 2 сынып 490. Оқу мақсаты дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу. Бағалау критерийлері қатты және бәсең дыбыстарды ажыратып, дыбыстан қатты шығу себебін анықтайды, тәжірибе жасау арқылы қорытынды шығарып, дәлелдейді. Қатты және бәсең дыбыстарды ажырату үшін білім алушылар, сіздерге музыкалық аспаптың дыбыстарын тыңдауды ұсынамын. Барабан. Труба. Скрипка. Пианино. Гитара. Бас-гитара. Флейта. Виолончель. Міне балалар, бұл музыкалық дыбыстар, музыкалық аспаптың дыбыстары бірдей естіледі деп ойлайсыздар ма? Әрине, бірдей естілмейді. Бір музыкалық аспап қатты дыбыс шығарса, ал кейбіреуі бәсең дыбыс шығарады. Ал енді балалар, менімен бірге ойнайсыздар ма? Олай болса сіздерге қазір музыкалық аспаптың дыбысын қоямын. Сіздер ол қай аспап екенін табасыздар. Ал білім алушылар, таптық па? Бұл қай аспаптың дыбысы екен? Домбыра. Жарайсыздар. Домбыра өте ерте және кең тараған нағыз табиғи екі шекті музыкалық аспап. Келесін тыңдайық. Ал білім алушылар, бұл қай аспаптың үні екен? Үскірік, балалар. Үскірік. Келесі. Бұл қай аспаптың дыбысы екен? Сазсырнай. Білім алушылар, сазсырнай мен үскірік саз балшықтан жасалған үрлеп ойналатын аспаптар. Келесі музыкалық аспап тыңдайық. Балалар, бұл қандай музыкалық аспап екен? Шаңқобыз. Шаңқобыз темір немесе күмістен жасалған тілшесі бар музыкалық аспап екен. Келесі аспаптың дыбысын тыңдайық.
қандай аспаптың дыбысы екен? Қандай аспап екен? Жетіген. Жетіген көп ішекті шертпелі аспап. Балалар, бұл аспаптар өзіміздің халқымыздың ұлттық нағыз табиғи аспаптары, яғни табиғи материалдан жасалған аспаптар. Балалар, бұл жерде біз үскірік пен саз сырнайдың дыбысы бәсеңірек естілгенін байқадық. Ал балалар, үскірік пен саз сырнайдың дыбысын қаттырақ шығаруға болады ма? Иә, болады екен. Егер қаттырақ үрлеп ойнайтын болсақ, дауысы қатты шығады. Күш әлсіз болған сайын, дыбыс та бәсеңірек, әлсіз естіледі екен. Ал енді сіздерге тапсырма. Қаттырақ және бәсеңірек шығатын музыкалық аспапты анықтап, бәсеңірек шығатын аспаптың дауысын қалай өзгертуге болады? Тік кестесі бойынша қатты дыбыс шығаратын және бәсең дыбыс шығаратын музыкалық аспаптарды екі қатарға бөліп жазасыздар. Және де араларыңызда музыкаға жақын оқушылар бар ма? Олай болса, қосымша бұл аспаптар туралы білетіндеріңізді айтсаңыздар болады. Дескрипторы қатты және бәсеңірек шығатын музыкалық аспапты ажыратады, бәсеңірек шығатын аспаптың дауысының өзгеру себебін біледі. Егер сіздер тапсырманы орындасаңыздар, осы дескрипторды толық орындады деген сөз. Келесі білім алушылар, тәжірибе жасайық. Тапсырма. Дыбысты қатты заттар арқылы өтуін және дауыс түрін зерттейсіздер. Ол үшін сіздерге шар және жіп қажет. Жұмыс барысын жазып қойдым. Осы жұмыс барысы арқылы орындаймыз. Келесі тәжірибе, дыбыстың қатты заттар арқылы өтуін зерттейсіздер. Ол үшін керекті материалдар қағаз, стакандар, жіп, екі сіріңке. Жұмыс барысы жазылып тұр. Осы жұмыс барысы арқылы орындайсыздар. Дыбыс қатты газ арқылы өтетіндігін тәжірибе жасау арқылы анықтайсыздар. Балалар, білім алушылар, SMS хабарламасы арқылы тапсырмаларыңызды маған жібере аласыздар. Тапсырмалардың жауабын және тәжірибелердің видеоларын осы почтаға немесе WhatsApp желісі арқылы жолдап кері байланыс аласыздар. Яғни, тәжірибені видеоға жазасыздар да, менің почтама немесе WhatsApp желісіне жібересіздер. Өте жақсы жауап жазған және жақсы тәжірибе жасаған білім алушыларға марапаттарымыз бар. Бірінші орынды тәжірибені өте жоғары деңгейде жасап, тапсырмаларды жоғары деңгейде орындаған білім алушы бірінші орын медалін алады. Екінші орын тапсырманы орындап, тәжірибені толық жасамаған балалар екінші орын медалін алады. Үшінші орынды тапсырманы орындап, тәжірибені толық жасай алмай, тәжірибені жасап, бірақ толық дәлелін келтіре алмаған оқушы үшінші орын алады. Сонымен қатар мадақтама қағаздарымыз бар. Сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Сау болыңыздар.